Баршаңызға сәлем. Бүгін сүтті нан дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға дрожж, қант, жылы сүтімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бетін жауып 5-7 минутқа қалдырамыз. Содан кейін еріген майымызды, сұйық майымызды, бір жұмыртқамызды және тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жылы суымызды қосып, електен өткізілген ұнымызды шетінен сала отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Бетін жауып 40 минутқа бөлме температурасына қалдырамыз. Дайын болған қамырымызды дөңгелектеп табаға салып 5 минутқа қалдырамыз. Сұйық майдың көмегімен ортасын басып, шетін домалақ етіп аламыз. Орта жағын жұқа етіп барынша ашып аламыз. Жұмыртқаның сарысына сүт қосып, щетканың көмегімен нанымыздың сыртына жағып шығамыз. Нанымызды пешке 10 минут салып алған соң ортасын видеодағыдай тесіп шығамыз. Сонда нанымыздың ортасы көтеріліп кетпейді. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің сүтті нанымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.